Апай, бүгін менің 4-ші күнім. Аха, 4-ші күні. 7-ші күн, я? 7-ші күн асылында. Ал бастайық. 590-шы есептен бастаймыз, я? Жарайды, апай. Бүгінгі күн жазыңдар. 590-шы есеп. 590-шы есепті шығарайық. Апай, 300 ба? 590-шы есеп көрініп тұр ғой, я? Апай. 1,30-да 11. Я? Енді былай істейік. Бірінші, 1-ді жазып қояйық. Енді 11-ді 30-ға бөлейік. 11-ді 30-ға бөлейік. Бұрыштап бөлейік. 11-ді 30-ға бұрыштап бөлейік. 11-дің ішінде 30 кездеспейді. 11-дің ішінде қайрамыз. 110 болды, я? 110. Аха, 110-ның ішінде 90. Аха, 90. 0. 20 жетпейді. 200-дің ішінде 30-шы рет десек. 6 рет бар. 6 рет бар. Так, қанша болады? 20 тағыда. 180. 20. 6 деп жалғаса береді. Яғни 6 деп жалғаса береді. Бұл 0-ден рационалда периодта 6. Периодта 6. Аха, периодта 6, я? Аралас па, таза ма? Аралас. Аралас. Енді бүтіндерін қосып жіберейік. Сонда бізде 1,10-3 периодта 6 болады екен. Так, жазып алыңдар. Енді екіншісін шығарамыз. Енді оны өздерің шығарасыңдар. 3,5-те 2. Маған 10-дық периодты 10-дық бөлшек түрінде жазып беріңдер. 2-ні 45-ке бөлеміз уақытта. Аха. 45 0 береді кездесі. Бізде оған 0 береміз, тағы жетпейді, оған тағы 0 береміз, 200 болады. Енді 200 тағы. Аха. 2-ні 45-ке бөлеміз. 2-ні ішінде 45-ке түсеміз. Так, 0 бүтін болады. 20-ға айналады. 20 жетпейді. Тағы 0 береміз. Сол кезде бұл неге айналады? 200-ге айналады, я? Сосын оған 4-тен береміз. 4-тен береміз. Мына жерде 2 рет 0 қойғаным, мына жаққа 2 рет 0 қойылды. Сол себепті бізде 2 рет. Аха, 4-тен береміз. 45-ті 4-ке көбейтсек қанша болады? 180 болады, дұрыс. 180 болады. Тағы 20. Түседі, дағыны 0 жалғаймыз, өйткені жетпейді. 4 болады. Тағы 4. Яғни бізде 4 кете береді екен, я? Сонда қалай болады, мынау? 3 бізде 0 бүтін. 10-нан 0. Периодта 4. Периодта 4 болады екен. Дұрыс. Енді мынаны өздері шығарасыңдар. Бөлімдерін қосамыз. Значит, 3 бүтін 10-нан 0. Периодта 4 болады. Так, қосқанда ма? Так, мынаны есептеп берші, мынаны. Қалай болады? 4-шісін ба, апай? Иә.
Төртіншісінде біз Жоқ, мына үшіншісін асылым үшіншісін. ой, жетіні бөлеміз 12-ге. Аха, қанша болады екен? Сол кезде бізде 0 болады, енді сан болмағандықтан өтірік қоямыз. Сосын барып 7-нің қасына 0 тіркеп 70-ті боламыз. 70-ті 12-ге бөле, 70-тің ішінде 12 тағы 12. Үштен береміз. Үштен бергенде 6. Үштен береміз ба? Жоқ, 4-тен апа есептеп отырмын. Асықпаңдар. Дұрыстап есеп. Береміз. 6-дан. 6-дан береміз. Сол кезде Так, 6-дан бергенде Аха, молодец. 5-тен береміз. 5-тен береміз, иә? береміз, иә. 0 болады. Бір ойда 5-ке көйтеміз 6, 60, 10 болады. Одан кейін 10-ға 0 береміз жетпейтін болғандықтан. Енді 12-нің ішінде 10, так, 6, 7-ден алсақ 7, 8. Молодец. 8-ден береміз, дұрыс. 6-дан бір ойда, енді 8, ойдағымен 90 болады. 96 болады. Енді 4 түседі. 0-ді жалғаймыз 40. 40-тың ішінде 3 рет бар 36 болады. Молодец. 3 рет болады екен сосын. Кейін тағы 4 Тағы да 0 болып жалғаса береді. жалғасып кетеді. 3 рет болып жалғаса береді. 12-ні 8-ге көйткен қанша болды? 12-ні 8-ге көйткен кезде? 8-ге өткенде 96 болды. 96 болады. Дұрыс. Сосын 4 па? Аз айтамыз 4. Я, 4-тің ішінде 12 3 рет бар, яғни сол кезде 36 болады. Сосын шексіз қайталана береді. 4 түсіп 0 жалғанады. 0 дейміз, тағы түсіреміз. Яғни бізде 3 екен қайталанатын, иә? Сонда мынау қалай болады? Сол кезде 4 бүтін 100-ден 58 периодта 3. Периодта 3 болады екен. Аха, жақсы.